Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен картошка және жұмыртқадан жасалатын оп-оңай котлеттің рецептін көрсететін боламын. Оны даже менің кішкентай қызым да жасай алады. Сіздің де қолыңыздан келеді. Маманың каналына лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Кеттік. Енді біз картошкамызды тазалап қайнатып аламыз. И жұмыртқамызды солай қайнатып аламыз. Жұмыртқаны қазір мен қайнатуға қойып қоямын. Міне біздің картошкамыз дайын болды, жұмыртқамыз дайын болды. Тағы мен мына жерде жуа мен сырды араластырып қуырып алдым. Қазір бұны қосамыз. Картошкамызды бірінші жақсылап осылай теркадан өткеріп аламыз. Картошкамыз дайын болды. Мен картошканы жақсылап езіп алдым. Енді бұған жаңағы қуырып алған жуамыз бен сырды қосатын боламын. Осылай қостық. Енді араластырамыз. Енді азғантай мен шамалап ұн қосатын боламыз. Осылай бір 2 қасықтай. Қазір араластырып көреміз. Енді мен қолмен араластыратын боламын. Бұл да өте дәмді. Ерекше әдемі болып шығады. Бұлай ұстап көреміз. Қолымызға жабыспайтындай ма? Бұл осы масса бізге жеткілікті. ұн қоспаймыз. Енді бұл бізде дайын. Енді қазір біз жұмыртқамызды ішіне салатын начинкасын дайындайтын боламыз. Жұмыртқамызды ең алдымен осылай ортасынан, барлығын осылай ортасынан бөліп аламыз. Енді мен 3 штук алдым. Азғантай. Енді сізге қанша керек? Сонша аласыздар. Енді ішіндегі сарысын осылай бір ыдысымызға сап аламыз. Біз қазір бұны жақсылап езетін боламыз. Ішіне сап алдық. Мынаны отдельно тарелкаға пока осылай алып қоя тұрамыз. Қазір мынаны көрсетемін сіздерге. Енді бұл бізде жұмыртқаның сарысы. Қазір мынаның ішіне біз оны қайтадан салатын боламыз. Сарысын жақсылап езіп аламыз. Енді бұған зелен қоссаңыздар да болады. Просто менде қазір зелен болмай тұр. Мен осылай өзін езе салам. Менде кішкене сыр қалды. Жаңа қалдырдым. И осыған қосып жіберем қазір сырды.
піскенде де тоже әдемі болып шығады. Дәмі де өзі де. Міне осылай жұмыртқамыздың сарысымен сырды араластырып алдық. Енді біз қайтадан осының ішіне былайынан салып шығатын боламыз. Барлығын осылайынан ішіне жұмыртқамыздың ағының ішіне осылайынан салып шығамыз. Қазір бұны картошкамыздың, котлетіміздің арасына саламыз. Міне осылай. Міне осылай барлығын салып міне дайындап алдым. Енді котлеттерімізді дайындаймыз. Қазір мынау ішіне салатын бізде начинкамыз. Мен қазір сіздерге көрсетемін. Міне осылай. Осылай аламыз котлеттерімізді. И мына начинкамызды арасына осылайынан саламыз. И котлетімізді осылайынан ақырын жауып шығамыз. Мен қазір домалақ формада істейтін болам. Маған осылай ұнайды. Мен балаларым да осылай жақсы көреді. Вот осылай котлетіміз дайын болды. Қазір барлығын осылай істеп шығамыз. Міне осылайынан қоямыз. Міне мен майымды құйып, жақсылап қыздырып алдым. Бірінші осылай сковородкаларыңызға майды құйып ысытып аласыздар, жақсылап қыздырып аласыздар. И сосын ұнға осылай кішкене былай араластырып, ұнға бұлғап и қуырып ала береміз. Енді сухари болса, сіздер сухариге қуырсаңыздар да болады. Бісміллә. Жақсылап бір шеті пішкенше күтеміз. Толтырып салмаңыздар, өйткені араластыруға кейін кішкене ыңғайсыз болып қалады. Міне мынаның мына шеті пісті уже бізде. Осылай золотистый пісіріп ала бересіздер ғой. Жан-жағын домалатып пісіріп аламыз қазір барлығын. Мен бұған жуа да қостым. Мынау бетіндегі былай не істеп тұрған жуалары ғой. Сіздер егер қаламасаңыздар, қоспай қойсаңыздар да болады. Тек жұмыртқа, тек жаңағы картошка, ұн солай саласыздар.
котлет дайын болды. Қазір мен сіздерге осыны ішін қалай болатынын көрсетпекшімін. Өте әдемі болады, қараңыздар. Іші осылай. Күшті, әдемі. Қазір сіздерге дәмін жеп айтатын боламын. Дәмі өте керемет шыққан. Міндетті түрде жасап көріңіздер.